Жалпы біз митохондрия ауруларға келетін болсақ, жалпы бізде митохондрияда аурудың 3 механизмі пайда болады. Ең бірінші митохондрияның ДНК-сының өзін арқау болып табылады. Яғни мутациясы. Бұл жақта көбінесе бізде делеция жүреді, ірі делеция. Мысалы жаңағы ауруда Кернсейр ауруда бізде ірі делеция жүреді. 2000-нан 10 мыңға жоқ нуклеотидтерін ыдырап кетіп жүреді делеция. Яғни бізде митохондрияның өзінің ДНК-сының ақауында негізінен бізде митохондрия өзінің ДНК-сында бізде тыныс алу тізбектер туралы гендер жазылады. Тыныс алу тізбектер ол бізде цитохромдар. Цитохромдар мына жақта бізде крет циклынан алып келген фаттарда, фатташтарда протондар мен электрондарын мына жаққа бөледі. Сөйтіп, осы арқылы бізде АТФ синтезасы мына жақта плюс пен минус заряд қалыптасады да, осы энергияның арқасында бізде 36-дай АТФ синтез дейді. Яғни осы ДНК бұзылуында біздің система бұзылады. Ол система бізде ішкі мембрана мен мембрана аралық кеңістікте орналасады. Осы цитохромдардың АТФ синтезі. Біз айтып едік қой, цитохром не шығады деп. Сыртқа қарай митохондрия не? Осы не бұзылады, митохондрияның өзінің ДНК-сын ақау кетсе. Және бізде митохондрия автономды, бірақ оның бәрібір ядро басқарады көп жағдайда. Ядроның ДНК-сын ақау. Ядроның ДНК-сын ақау бізде көбінесе Кребс циклын басқарады. Кребс цикл бізде ішкі мембранада жүреді, ішінде. Кребс циклында бізде білеміз пирожизон қышқыл түзіледі. Пирожизон қышқыл дегенде бізде ол 3 органикалық зат, майдан, липидтерден, көмірсудан және нәруыздардан түзіледі. Яғни осы жақта бізде көбінесе мән беретін май қышқылдардың бірі. Яғни май қышқылдар дұрыс ыдырамаса, бізде кетогенелер түзіле бастайды. А кетогені ол бізде адамға өте токсикалық әсер етеді. Сол кетогенеде бізде биохимиялық анализ жасағанда да адам қандай кетогенелер көп болады, ацидоз байқалады адамның pH-ның төмендеп кетуі шамаданыз. Яғни осы pH-ның төмендеу бізде уже адам қандағы түрлі реакцияларды бұзады. Себебі әр ферменттің өзінің pH ортасы бар, жұмыслықтары. Енді бізде митохондрияның ДНК-сының репликациясы қажет деген атау, яғни ол да ядрода орналасады. Оны немесе біз геном арасындағы сигнал деп атаймыз. Яғни бізде мына жақтағы репликацияға ядродан бөлінетін белгілі бір ферменттер қажет болады. Осының репликациясына қажет. Яғни соның ақауынан бізде жалпы митохондрияға аурулар пайда болады. Митохондрияларда жаңағы егер осы гендегі мутация болса, митохондрияның қызметі құрылысы бұзылады, түстеді да, не істейді? Зақымданған митохондрия қайтадан қалпына келмейді. Сөйтіп оның саны азаяды ғой, осы Кернсейр синдромында. И ол көбінесе митохондрия ең көп орналасатын, ең көп қажет ететін тіндер кетеді. Бірінші орталық жүйке жүйесі, ары қарай сүйек, бұлшық және эндокринді жүйелер кетеді.